Шығыс Қазақстан облысы тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен облыстық драма театрда Егемен Қазақстан газетінің 100 жылдығына орай ұлттық басылым, ұлттық тіл атты студенттер арасында облыстық байқау өтті. Байқау мақсаты мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру және жастарды еліміздің бас басылымы Егемен Қазақстан газетінің тарихымен таныстыру. Байқау таныстыру, тағылымды тарих, егеменді Қазақстан болашақта, ұлттық басылым, ұлттық тіл атты 4 кезеңді қамтыды. Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің шәкірттеріміз жаңағы сол Алтайдың Ақиға Аманжолов университетінің атынан сайысқа қатысып отырғандықтан Алтай ақпарат деген командамен келдік. Жақсы болды. Ұйымдастырушылардың барлығына рахмет айтамыз. Жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Егемен тарихы, ел тарихы деген сөз бар ғой. Сол тарихи сәттің біз бүгін бір кішкентай бөлшегі болғанымыз үшін қуаныштымыз. Ұлттық басылым жасасын, ұлттық тіліміз жасай берсін. Барлығына рахмет айтамыз. Тартысты өткен байқауға қатысушы командалардың бағалау және жеңімпаздарды анықтау үшін әділқазыларды Шығыс Қазақстан облысы тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы бекіткен. Егемен Қазақстан газетінің ғасырлық тойы 100 жыл толып отыр. Егемен Қазақстан үлкен газет, өздеріңіз білесіздер, кезінде Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов секілді үлкен тұлғалар қызмет істеген. Сосын енді Егемен Қазақстанның биыл 100 жылдық мерейтойы осы біздің облыстан басталған, Абай ауданынан басталған. Сол шара жалғасын тауып жатыр. Республиканың барлық өңірлерінде осындай үлкен шаралар өтіп жатыр. Бұл шара енді жастар жылына орай бір жағы жастардың арасында ұйымдастырылды. Ұлттық тіл, ұлттық басылым Егемен Қазақстанды атаған кезде Егемен Қазақстан қазақ тілінің өркендеуіне үлкен үлес қосып жатқан газеттердің бірі. Сол мемлекеттік тілдің мерейін асыру мақсатында ұйымдастырылды. Жастар жақсы дайындықпен келіпті, жоғары деңгейде өтті деп санаймын. Сайыс қорытындысы бойынша барша қатысушыларға бағалы сыйлықтар мен дипломдар табысталды. Жүлделі 3-ші орынды Семей медицина университеті атынан келген достар командасы иеленсе, 2-ші орынды Әуезов атындағы педагогикалық колледжден келген руханият командасы қанжығасына байлады. Тартыс барысында өздерінің емшілдіктері мен көзге түскен Қазақстан Америкалық Еркін университеті атынан келген ұшқын командасы 1-ші орын алса, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті атынан сынға түскен Алтай ақпарат командасы бас жүлдеге ие болды. Ел газеті егемен бір елдің жүгін бір ғасыр бойы арқалап келеді. 100 жыл артта қалды, жылдар алда. Келешектің керуенінде бізде Егемен Қазақстанмен бірге боламыз. Егемендік тапқыр тілшілердің сапынан табыламыз. Себебі біз жаңа көзқараста жас журналистеріміз дейді. Бас жүлдені иеленген Алтай ақпарат тобы. Ендеше жасай бер ел газеті. Алтай жастары студенттер телерадиосы үшін